Бүгін Қазақстан ұлттық банкі Әбілқайыр хан бейнеленген монетасын айналымға шығарды. Бұл банкноталардағы портреттердің кезекті туындысы болып отыр. Тарихи тұлғаға арналған монета 1000 данамен шыққан. Ақша айналымы алтыннан, күмістен және нейзильбер қоспасынан жасалған екен. Ал монета номиналы 500 және 100 теңгелік болып бекітілді. Монета айналымы шоттарға, салымдарға, аккредиттерге есептеу үшін және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті. Монетаның аверсінде, яғни бет жағында Қазақстан Республикасының ел таңбасы белгіленген. Төменгі бөлігінде теңге номиналы білдіретін сан көрсетілген. Оң және сол жақ бөлігінде ою-өрнек элементі нақышталған. Ал сырт жағының орталық бөлігінде Әбілқайыр ханның портреті орналасып, 50 теңгелік банкноттың бет жағының бір бөлігі суреттелген. Алтыннан жасалған монетаның номиналы 500 теңге, ұзындығы 21 мм, таралымы 1000 дана. Ал таралымы 3000 дана болып шыққан күміс монеталы тиынның бағамы 500, ұзындығы 38, салмағы 31 граммды құрайды. Нейзильберг материалында жасалған монета таралымы 1000, 100 мың, номиналы 100 теңге.